Кездесуімізге жиналған қауым, құрметті Ринат Закиева, баршаңызды бүгінгі күн сәтті өтсін. Мен түсінгенім, бұл жерде осы академияның тыңдаушылары аудандардан келген, қаладан келген деп түсіндім. Барлықтарыңызға осы бүгін оқуларыңыз бітіп жатыр ғой, иә? Баршаңызға сәттілік, енді ары қарай. Мен бұл челленджді Ринат Закиевадан қабыл алып едім. Енді тырысып көрейін сіздерге Абайдың 17-ші қара сөзі жөнінде. Абай ғұлама, ойшыл, ақын, ағартушы, ұлттың жаңа әдебиетінің негізін қалаушы, аудармашы, композитор ретінде ел тарихында өшпес із қалдырғаны сөзсіз. Оның өлеңдері мен қара сөздерінде ұлт болмысы, бітімі, тұрмысы, тіршілігі, дүние танымы, мінезі, жаны, діні, ділі, тілі, рухы көрініс тауып, кейін Абай әлемі деген бірегей құбылыс ретінде бағаланады деп айтқан болатын бір сөзінде мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев. Дана Абай қанша уақыт өтіп, адамзат баласы жаңа формацияға, жаңа даму сатысына көтерілсе де, тұтас бір халықтың адастырмас темір қазығы, рухани суаты, сарқылмас қазынасы болып отыр. Шындығында да олардың мұрасы заман мен уақыт төрелігіне бағынбайтыны ақиқат. Енді сіздерге қазір мен Абайдың 17-ші қара сөзін өзіме емес, видео арқылы сіздерге таныстырғым келеді. Қалай болса да видеоны? Содан кейін тағы сөз аламыз. 17-ші қара сөзінде қайрат, ақыл, жүрек, үшеуі өнерлері жөнінде айтысып, ғылымға жүгінген туралы аңыз әңгіме баяндалады. 17-ші сөз ғылымның адам өміріндегі маңызын айқындайды. Мұнда адам мен оның болмысы, ғибадат пен дін, адам физиологиясы, мәдениет, педагогика мен психология, тіл тақырыптары кіріктірілген. Абай әр нақылды адамның мінезіне негізделген мысалмен дәлелдейді. Мәселен, қайрат айтты. Қайрат дегеніміз жігер, күш, қуат, қажыр. Ғылым. Өзіңді білесің ғой, дүниеде еш нәрсе менсіз кәмелетке жетпейді. Әуелі ғылымды ерінбей жалықпай үйрену керек, бұл менің ісім. Құдайға лайықты ғибадат қылып, ерінбей жалықпай орнына келтірмек те менің ісім. Дүниеде лайықты өнер, мал тауып, абырой мансапты еңбексіз табу, орынсыз болымсыз нәрсеге үйір қылмай, бойды таза сақтау, күнәкарліктен, көрсеғызар жеңілдіктен, нәпсі шайтанның азғыруынан құтқаратұғын менің ісім. Адасқан жолға баратқан бойды қайта жиғызып алатұғын мен емес пе? Осы екеуі маған қалай таласады депті. Ақыл айтыпты. Дүниеге, ақыретке не пайдалы, не залалы болса білетұғын мен. Ғылымның сөзін ұғатұғын мен. Менсіз адам пайданы іздей алмайды, залалдан қаша алмайды. Осы екеуі маған қалай таласады? Менсіз өздері неге жарайды? Депті. Онан соң жүріп айтыпты. Мен адамның денесінің патшасымын. Қан менен тарайды. Жан менде мекен қылады. Менсіз тірлік жоқ. Жақсылыққа ел жүре беретұғын мен. Жаманшылықтан жиреніп тулап кететұғын мен. Жылы үйде тамақ тоқ жатқан кісіге кедейдің, тоңып жүрген киімсіздің, тамақсыз аштың күйі жай қандай болып жатыр екен деп ойлатып, жанын ашытып, ұйқысын ашылтып, төсегінде дөңбекшітетін мен. Үлкеннен ұят сақтап, кішіге рақым қылдыратығым мен. Әділет, нысап, ұят, рақым, мейірбаншылық дейтұғын нәрселердің бәрі менен шығады. Осы екеуі маған қалай таласады депті. Сонда ғылым бұл үшеуінің сөзін тыңдап болып айтыпты. Әй қайрат, айтқаныңның бәрі рас. Қаруыңа қарай қаттылығың да мол, пайдаң да мол, бірақ залалың да мол. Кейде жақсылықты, кейде жамандықты беріп ұстап кетесің, соның жаман депті. Әй ақыл, айтқаныңның бәрі рас. Жаратқан тәңірінде сен танытасың, жаралған екі дүниенің жайын да сен білесің. Бірақ сонымен тұрмайсың, амал да, айла да сенен шығады. Жақсының да, жаманның да сүйенгені сен. Екеуінің іздеген тауып беріп жүрсең, соның жаман депті. Ал міндетім сендерді табыстыру. Осы үшеуің басымды қос. Бәрінде жүрекке білет. Осы үшеуің бір кісіде менің айтқанымдай табылсаңдар, ең қасиетті адам сол депті ғылым.
міне жаңа өздеріңіз естідіңіздер, бүгінгі күні абай шығармашылығы несімен өзекті, өміршең, қажетті деген сұрақтар барша қауымды толғандыратыны анық. Бүгінгі қазақ қоғамы Дана абай айтқан дерттерден толық арылып кетті ме? Абайды шерлеткен қоғам мерездері біздің қоғамымызда толық жойылды ма? Абай заманындағы күрделі саяси әлеуметтік ахуал жаңа Қазақстанның басынан толықтай тәрк етілді ме? Осындай сұрақтар. Әрине абай заманынан бері қазақ елі өте үлкен ғаламдық өзгерістерді басынан өткізді. Алайда абай шығармашылығында өзек болған мәселелер олар мәңгілік тақырыптар. Жан мен тәннен жаратылған адам баласының рухани өмірінде мәңгілік болатын діңгекті мәселелер. Қазақ қоғамы адами қасиеттер, менталдық, руханияттық тұрғыда қаншалықты ілгері дами алды. Абай шығармашылығына арқау болған жалған құндылықтар, жалған намыс, қызыл сөз, өсек өтірік, мақтаншақтық, аярлық, күншілдік, надандық толып жатқан қасиеттерден толық арыла алдық па? Абай сынды ұлы қаламгердің ойларының құдіреті әрбір жеке адамның жеке қасиеттерін қозғаумен қатар тұтас бір ұлттың, мемлекеттің адамгершілік келбетін таразылайды. Тіпті ол шеңберден де шығып, тұтас адамзаттың баласының адамдық қасиеттерінің сапасын анықтайды деп толық жауапкершілікпен айтуға болады. Шынымен де абайда әр оқыған сайын көкірек көзім оянып, жан сарайын ашыла түседі. Азаматтық ірілік пен адамдық ұғымдардың жаңа қырларына, сырларына жолыққандай боласың. Ақынның қай шығармасын алсаңыз да өмірдің өзінен алынған, өз құндылығын күні бүгінге дейін жоғалтпаған жеке бір әлем. Қара сөздеріне мән беріп қарасақ, не деген даналық, не деген ғұламалық деп таңғаласыз. Абайдың 17-ші қара сөзін жаңа өздеріңіз тыңдадыңыздар. Ғылым үшеуінің де жақсылық жамандық қасиеттерін дәл сипаттап, әділ сынайды. Жеке-жеке үшеуінде де кемшілік бар. Осы үшеуін басымды қос, оның ішінде жүрекке билет деп үкім шығарады. Егер үшеуін ала болсаңдар, мен жүректі жақтаймын депті. Бұл мәселелер Абайдың осы әңгімесінде ғана емес, көптеген өлеңдерінде де сөз болады. Әуелде бір суық мұз, ақыл зерек деген өлеңінде Абай былай дейді. Ақыл қайрат, жүректі бірдей ұста. Сонда толық боласың елден бөлек. Жеке-жеке біреуді жарытпайды, жолда жоқ, жарыместі жақсы демек. Ақылда ашуда жоқ, күлкі де жоқ. Тулап қайнап бір жүрек қылады әлек. Біреуінің күні жоқ, біреуінсіз, ғылым сол үшеуінің жөнін білмек. Абайдың қара әңгімесі мен мына үзіндінің мазмұны бір. Екеуінде де ақыл, қайрат, жүрек, ғылым сөз болады. Әрине әңгіме тек сөз болуда ғана емес, ақынның оларға қалай қарауында. Егер біз мәселеге осы тұрғыдан келсек, Абайдың өз идеясының беріктігін, қандай проблеманы көтерсе де мәселені жүйелі түрде қойып, оны қалайда оқырмандарының ой саналарына жеткізуді ойлайтындығын, алған нысанасынан қыл еле таймайтындығын көреміз. Абай ірі гуманист ақын деп танимыз. Ол өз өмірінің игілігін, өз бойындағы бары мен нәрін халық үшін, адам үшін, жалпы адам баласының бақыты үшін жұмсауға тырысты. Әкесінің баласы адамның дұшпаны, адамның баласы бауырын. Енді осы айтқан сөздерде оның шығармаларының негізгі идеясының бірі болды. Демек, бұл әңгімесінде де Абай жүректі, яғни адамды сүю, адам үшін қызмет етуді бірінші орынға қояды. Алайда ғылым бойынша да, Абай бойынша да ең идеал нәрсе осы үшеуінің бірлігі. Осы үшеуі ақыл, қайрат, жүрек бір кісіде менің айтқанымдай табылса, табанның топырағын көзге сүртерлік қасиетті адам сол дейді Абай. Біздіңше бұл әңгіменің философиялық тереңдігі өз алдына, әсіресе жастар үшін тәрбиелік мәні зор. Бұл жерде мен айтқым келеді, бұл Абайдың философиясы тек қана жастар үшін ғана емес, осы отырған бәріміз үшін, барлық адамзат үшін де өте мәнді, мағыналы, маңызды. Осы Абайдың шығармаларын оқи отырып, өз-өзімізге сұрақ қойсақ деймін. Біз қалай өмір сүріп жатырмыз? Біз қоғамға қандай пайдамыз келтіріп жатырмыз? Біз баламызды, немерелерімізді қалай тәрбиелеп жатырмыз? Біз Абай айтқандай адал өмір сүріп жатырмыз ба деген сияқты көптеген сұрақтарды қоя отырып, өзіміздің өмірімізге баға беруге болады. Біздің қазақта мақалдар көп қой, соның ішінде өзімізге ыңғайлы бір мақалдар бар, мысалға ауырып қалса да әдет қалмайды деп, немесе сүйекке сіңген мінезді жөндеуге болмайды деген. Бірақ та педагогика ғылымы мен жер жүзіндегі ірі педагогтар бүгінгі таңда мінез құлықты түзеуге болатындығын, түзеудің керектігінде ғылым жолымен әлдеқашан дәлелдеп қойды. Әдетті де тәрбие арқылы қалдыруға болады. Бұл мәселені кеңінен толғап, терең түсінген және сол жөніндегі прогресстік идеяға үндеген адамның бірі ол Абай.
Абайдың егер мен закон қуаты қолымда бар кісі болсам, адам мінезін түзеп болмайды деген адамның тілін кесер едім деген сөзі мінез құлықты жөндеуге, тәрбие жұмысының үлкен мәні барлығын қолдаушы адам ретінде болғандығын анықтайды. Абайдың нақыл сөздерінің қайсы болсын, үлкен ой, терең мазмұнды, халықтың нақыл сөздерімен де шетелдік ақыл иесі ол адамдардың нақыл сөздерімен де тең түседі. Басқаларды былай қойғанда Абайдың көңілдегі көрікті ой ауздан шыққанда өңі қашады деген сөзі асқан құнды пікір қорытылған өмір шындығы. Абайдың нақыл сөздерінің ішіндегі бүгінгі жастарды тәрбиелеу үшін де пайдалы жақтары көп. Оның қара сөздеріндегі еңбек, ғылым, адамгершілік, әділдік, тағы да басқа пікірлері бүгінгі тәрбие жұмыстарына нақтылы құрал болуға жарайды. Біздің қазіргі қоғамда үлкеннен ұят, кішіден рақым кетіп, жүректі тазалай алмай, ақырында қор болып, ақылы мен қайратын жақсылық пен жамандыққа қатар жұмсап жүрген азаматтарымыздың арамызда бар екенін өкінішке қарай ащы шындық. Расында да егер ақыл, қайрат, жүрек біріксе, ғылым игеруге жол ашылады және Абай атамыз айтқандай, осы үш қасиет адам бойында бірдей табылса, табанның топырағы көзге сүртерлік қасиеті бар толық адам сол болар еді. Абайдың 17-ші қара сөзі адамгершілікке, адалдыққа, ізгілікке, ғылым мен білімді игеруге шақырады. Ақыл арқылы ғылымды ұғып, қайраттың көмегімен адасқанды түзу жолға салсақ, жүрек арқылы өзіндік қалпымызды сақтай алсақ, еліміздің егемендігі мәңгілік болатыны сөзсіз. Ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұстасақ, елден ерек елін сүйген, елі сүйген азамат боларымызда анық. Абайдың қара сөздері мен оның өлеңдерін әрбір шенеуік пен қазақстандықтардың үстелінде жатуы тиіс деп ойлаймын. Мүмкін сонда белең алған жемқорлық пен қоғамдағы басқа да кемшіліктер азаяды. Бірақ Абайдың кітабы жай ғана жатпау керек, ол адам Абайды жүрегіне сіңіре алу керек. Ойлы көзбен оқи алса, сонда ғана ол адам өзін-өзін тазалайды. Тазаланған адам жаман іске бармайды. Себебі жүректе, кеудеде тұрған Абайдың білімі оны оған жібермейді. Ұлы ойшылдың кейінгі ұрпаққа қалдырған мол мұрасы мен өнегелі өсиетінің құндылығы арта берсін. Жалқының емес жалпының сөзін сөйлеген, халқының жоғын жоқтаған кемеңгер тұлға Абайдың кемел адам болу жолындағы ізденісі ұлтымыздың ұстанымына айналсын. Абай атамыз айтқан ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек адамдық қасиетімізді күшейтіп, дүниенің кетігіне кірпіш болып қалануға негіз болсын. Өзінен де кейінгілерге өлмейтін сөз, өшпейтін өнеге қалдырған ұлы Абайдың ғибратты ғасырдан ғасырға жалғаса берсін демекпін. Тек айтқан сияқтымын, енді ағане енді келіп жатыр. Енді қалай қабылдадыңыздар, қалай түсіндіңіздер, енді оны өздеріңіз. Менде тағы да бір не бар. Бүгінгі күннің тақырыбына Зеркевичтің несін қарап отырып, мен де сол кісіден қалмайын деп, жүрек туралы, мысалға жүректі, мейірім жасамағанада мейірімге қауышалмайды деп. Шынында жүрекке байланысты, міне көріп тұрсыздар, мейірімге байланысты, осындай бір қазіргі заманға байланысты осы суреттерді келтірдік. Жүрекке байланысты. Ой, артқа қарай басыңыз. Екінші. Істетіңізші? Не, ақыл. Мына жерде ақыл. Мына жерде ақылдың барлық суреттерді түсініп тұрсыз ғой, мынаған ойланып қалуыңыз мүмкін. Мынау компьютерде отырған бала қазіргі жаман әдет қой. Мен бұны әдейі қойдым, ақылмен ойнасын, ақылмен қарасын компьютерға деп. Ақылды болсын деп. Қалған енді бәрі түсінікті шығар. Енді одан кейін қайратты мен мына бір суреттерде интернеттен алынды. Мынандай құбырсқадай қайратты болсақ, біраз жерге барамыз шынымен де. Мына кісілер сияқты мінекей. Мына қызды өздеріңіз интернеттен көріп жүрген шығарсыздар, қандай қайратты қыз, өзінің қайратымен екі аяғы жоқ, бірақ қазір спортпен де, кәдімгі өмірде де өзінің жолын тапқан. Сол сияқты мынандай ыстық, мынандай жерде ыстық металлмен жұмыс істеуге де қайрат керек шығар. Енді Камчат апамыз қайратты болмаса, күні бүгінгі дейін аңыз адам болмас еді, өзінің қайратымен жеткен, еңбегімен жеткен кісі. Мен осындай өзіме жүктелген жүкті осылай көтере алған сияқтымын. Бұл шынында да бұл жерде мен рахмет айтқым келеді Зеркевичке, өйткені Абай туралы енді әлеуметтік желіден бәріміз де білеміз ғой, бәріңіз де оқисыздар, көресіздер.
Абай туралы да кейінгі уақытта бір пікірлер айтылып қалады. Сол Абайды неге біз өте қатты құрметтейміз, неге ол кісіні өте көп көтереміз деген сияқты. Ал енді біз Абайды құрметтемесек, Абайды көтермесек, бұл ең бастысы меніңше, мен қазақпын деген әрбір қазақтың өзіне сын, үлкен сын. Өйткені Абайдың жаңағы шығармашылығының, қара сөздерінің, өлеңдерінің, оның өміршеңдігін қазір өздеріңіз көріп отырсыздар. Осы жаңағы айтқан ақыл, қайрат, жүрек, оның бәрі неге осы қазіргі заманда да бізге толық адам болу үшін бізге осы үшеуі керек. Сондықтан да Абайды құрметтейік, Абайды ондай біздің қазақтың неге керемет біздің ұлт ретінде біздің мақтанышымыз болып мәңгі қала берсін ғасырдан. Біз балаларымызға одан ары қарай жалғастыра берейік. Осы челленджді ұйымдастырған бұл өте дұрыс деп ойлаймын. Біздің Қостанайда бұл меніңше бірінші рет өтіп жатқан сияқты. Білмеймін, енді қателессем жөндеңіздер. Енді мүмкін келесі жолы біз Абайдан кейінгі тағы да басқа біздің керемет мақтан тұтатын ғұламаларымыз бар. Сол кісілердің еңбектерін алайық деген сияқты. Басқа да классик ақын жазушыларымыз бар. Өйткені көздерінің майын тамызы бүкіл өмірін, бүкіл саналы ғұмырларын осы ұлтқа арнаған, қазаққа арнаған сондай ардақтыларымызды біз ұмытпауымыз керек деп ойлаймын. Енді челлендж болғаннан кейін, әрине Абайдың туған күні өтіп кетті ғой. Сонда да біз үшін Абайдың туған күні меніңше әр қазақ үшін күзету батыр ғой. Сондықтан да ары қарай жалғастырамыз. Енді челленджді мен ол кісі өзі әлі білмейді, қазір звондап хабарласам. Облыстық әкімшілікте жұмыс жасайды. Облыстық әкімшілік аппарат басшысының орынбасары болу керек. Альфия қалай фамилиясы? Мұсабаева. Альфия Мұсабаеваға жүктеймін. Тіл жөнінде мен бір-екі ауыз айтып берейін. Кеше ғана бір мысалды келтіріп, маған бір кісі жылайын деп айтып тұр. Плазаның ішінде бутик бар екен, не сататын. Баясұлудың конфеттерді сататын. Сол жерде жаңа конфетті алайын десе, конфеттің аты бота деген конфетті бәріңіз көп білесіздер ғой. Сол ботаны алайын десе, ана сатушы бата дейді екен жаңа конфетті. Сосын жаңа сатушы жаңағы әйел айтыпты, сіз неге қате айтып тұрсыз? Бата емес, бұл конфеттің аты бота деп. А мне какая разница? Алсаң алмасаң кет деген сияқты әңгіме айтқан. Сонда бұл айтып жаңағы әйел айтыпты, бота деген верблюжонок, а бата деген это как бы напутствие. Поэтому бұл жерде бұл екеуі екі түрлі. Онда сен Америкаға кет, анда кет, мен сені обслуга жасамаймын деп. Мысалға орман лес, арман мечта деген сияқты ғой, иә, мысалға. Сондай келеңсіз жағдайлар бар, мен енді шыдай алмай, жаңа Баянсұлудың президентіне звондап, осындай өздеріңіздің қызметкерлеріңізбен дұрыс заңғарға звондайын дедім де, заңғар командировка жүрді деп ойладым. Сосын звондап айттым, осылай сөйлесіңіздер, олай болмайды деп. Жаңағы жан айқай осыған кеп тіреліп тұр ғой енді. Шынында да осы отырған сіздер, бәріміз болып, көпшілік болып, ең бастысы Абайдың жаңағы айтқан арманы, осы сөздерді бүкіл философиясы орындалу үшін ең алдымен ұлт болу үшін әрине ең бірінші тіл керек. Тілін білу керек, тілін құрметтеу керек. Тілін құрметтесе, ары қарай жаңағы барлық толық адамды анықтайтын асыл қасиеттері ол өзімен өзі қасына келеді. Сондықтан да баршаңызға, сіздер енді мемлекеттік қызметкерлер деп есептеп отырмын, сіздерді ойлап отырмын. Сондықтан да жүрген жерлеріңізде осы айтылған әңгімеде бір азғантай болса да бір өздеріңізге бір алсаңыздар, орысша айтқанда на вооружение, онда жақсы болар еді. Тепей Бекенович бұл кісі біздің өңірлік ең басты Ахмет, ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлы атындағы университеттің басшысы, ректоры. Қайырлы күн баршаларыңызға. Мінекей бүгін мына челленджді Қылмыс Сапарқызы өзінің кезегін алып, мінекей бүгін Абайдың 17-ші қара сөзімен барлықтарымызға видеоматериалмен былай текстпен танысып өттіңіз ғой. Бұл керемет өте жақсы. Себебі қазіргі кезде жастардың көпшілігі бұл Абай және де басқа біздің Ахмет
кейбір кезде жаңа ғана көшеде видеодан, тиктоктан көріп отырсаң, ютубтардан кездесіп қалады. Осы мынандай адам кім, мынандай адам кім, кей кезде Ленинді де қояды, Абайды да қояды, Ахметті де қояды, сонда көпшілік жастар біле бермейді. Бірақ әрбір осындай ұлы тұлғаларымыздың артында қалған сөздері бар. Соның өзін балдарға, мысалға қазақтың мақалдарының өздері бекерге айтылмайды, ол барлығы мақалдар өмірден алынғандар. Мысалға, айтайық, бұл өмірдің қызығы махаббатпен, көрге кірсең үлгілік жақсы атақпен. Ертеңде артыңда сөзіңмен ісің қалса, өлсең де өлмегенмен боларсың дейді. Сонда әр адам өзі бұл дүниеге келгеннен кейін еңбек жасап, артында сөзімен ісі қалатын болса, ол ешқашан өлмейді, оны ешкім ұмытпайды. Мінекей осындай сөздердің барлығын қолдана отырып, бүгінгі сіздің беріп отқандарыңыз тамаша. Мен мұндай жаңағы челленджі жалғыз осындай челленджбен емес, мен толығымен қолдап Ринат Закиұлы өткенде ғана бір екеуміз отырып кешкі таман шай ішіп отырып талқылау жасағанбыз, ананы қалай істесек, сонда студенттердің арасында осындайлардың барлықтарын енгізіп үйретуіміз керек деп есептеймін. Біздің осы мен өзім осы Қостанай облысындағы Арқалық қаласында университет педагогикалық институты 10 жыл істедім мен. Сол жерде тамаша қазақтың ақын мектебі бар. Дулатов атындағы творчестволық бірлестік бар. Сол жердегі жастардың барлықтары осындай қазақтың әдет-ғұрыптары, ой пікірлері, ақыл жаңағы ұлттық сана. Мінекей жаңағы өзіңіз айтқандай жаңағы кез келген өсіп келе жатқан жас өспірімнің оның патриоттық тәрбие беріп, елге деген жаңағы кішкене өздерінің сезімділігін ояту. Мінекей осы жаңағы мына жерде ағамыз да келіп айтып кетті ғой, мінекей осындай жаңағы тілді басқарып, тілді көтеру содан басталады. Мысалға біз өзімізде өтіп көптеген жағдайлар болады ғой, мысалға жастарды айтқан кезде, кей кезде орысша мектеп бітіргендерге қазақша мақал айтсаң түсінбей қалады. Содан кейін бар, оны кей кезде орысшаға аударып түсіндіруге тура келеді. Сондықтан да мынау осындайды қай тілде болса да бастапқы тіл қазақ тілінде, содан кейін бар оны орыс тілінде де жеткізіп түсіндіріп отыру керек болады. Сізге бүгінгі рахмет. Мынау сіздің жаңағы бүгінгі айтып отқан былайша айтқанда дәрісіңіздің өзінде мен бір кішкене бір өзіме дух алып отырмын былайша айтқан кезде, жасыратын ештеңесі жоқ. Ертең күні бұдан да студенттерге бір кішкене үзіндісін өзіңізбен кездесіп жүрсек, тем более айта кететін болсақ, Қырмыз Сапарқызы біздің университетте директорлар кеңесінде тәуелсіз директор, сондықтан да біз сол жерге өзіңізбен кездесіп, студенттермен кездесуге шақыруға. Міндетті түрде келемін. Енді шынымен де осы айтылған нәрсенің бәрі осы жерде қалмай ары қарай адам жалпы сіздердің құлақтарыңызды сіздерден кейін сіздер ары қарай жеткізетін құлаққа жетсе екен дейміз. Жалпы қоғамда бұл Абайдың сөздері, тек қана Абайдың сөздері ғана емес, жалпы біздің ұлттық құндылықтарымыз, ұлттық әдет-ғұрыптарымыз, тіліміз туралы көптеген ойлар, көптеген біздің проблемалар жай ғана айтылып жаңа ағаның ішкі несін жан айқайын түсініп тұрмын, жақсы түсініп тұрмын. Құр айтылып қана қоймай осы жерде не сияқты формальный түрде соған бір мынау билік құлақ асса екен. Қоғам кішкене былай бетін бұрып, жалпы қоғам деген кім? Қоғам деген тек қана осы отырған кісілеріміз бәріміз де осы қоғам. Қоғамның ішінде билік те бар, қоғамның ішінде ғалым да бар, қоғамның ішінде ақын да бар, қоғамның ішінде журналистер бәрі де бар. Осылардың бәрі бір енді тәуелсіздігімізді алдық, Аллаға шүкір, енді бір етек-жеңімізді жидық деген сияқты. Ең бастысы әрине бейбітшілік болсын, соғыс болмасын, заманымыз тыныш болсын, халқымыз аман болсын. Бірақ дегенмен де осы жанын беріп кеткен осындай бір ғұлама адамдардың армандары, осы ұрпағым бақытты болсын, ұрпағым ары қарай қазақ ұлтын ары қарай гүлдендірсін, түрлендірсін деген өсиеттері жерде қалмаса екен деген ниет қойып. Өзіңіз бір түйіндеп жүрсеңіз. Рахмет барлықтарыңызды. Өткен академиямен бірге бастаған осы бастаманы Қырмыз сапарына қолдап, өздеріңіз бүгін куәгер болдыңыздар, өткенде лекцияда дәрістерде көрдіңіздер. Қырмыз сапарына алғыс айтамыз. Біздің қаржыгерлеріміз, біздің депутаттарымыз өстіп алдымызға шығып, бүкіл ақылын, қайратын жұмсап, осы шын жүрегімен келіп бізге 17-ші сөзді бүгін түсіндіріп берді. Жалғасын тауып жатқанына қуаныштымыз.
біздің егерде осы міне халық қалаулылары осылай жұмыс істейтін болса, бірігіп жұмыс істейтін болсақ, көп нәтижеге жетеміз деп ойлаймыз. Жалпы енді абайдың қай сөзін алсақ та тұнып тұрған жаңағы мұра үлкен. Енді біздің жаңағы мысалы енді осы өзіміздің арамызда 17-ші сөзді біз Қырмызы Сапарқызымен байланыстырып сол кісімен түсінетін боламыз. Өйткені енді жеке айтып оқығаннан кейін осы сөзді есімізде қалатын болады, есте қалатын болады. Келесі ары қарай жалғасын Құдай қаласа күтеміз. Сізге рахмет, осындай бастағаныңызға міне Сейіт Бегенште келіп отыр, басқа өздеріңізде барлықтарыңыз келіп отырсыздар. Бір барлығымызға бір пайдалы дүние болды, пайдалы бір уақыт өткізу болды деп ойлаймын. Сізге көп рахмет. Сізге де көп рахмет, уақыт бөліп келгеніңіз үшін. Бізге билік сіздердің қолдарыңызда сіздерге қатысты, сіздермен шешілетін күрмеуі қиын мәселелер көп қой. Сондықтан да осы Ринат Закиевич сияқты ұлтжанды азамат, осындай азаматтар билік басында көп болса екен деп тілеймін. Ағамыздың айтқанына енді өздеріңізде бәріміз енді бір не болғаннан кейін тақырып басталып кеткенін айтсақ, әр кез келген мәселенің түйінін шешу ол қоғамға байланысты. Біздің ағамызда жаңағы журналистер де отыр, басқа адамдар да отыр. Біз егерде қоғам тарапынан талап болатын болса бізге қатысты. Біз ары қарай сол сын түзелмей, мін түзелмей дейді ғой. Сондықтан сын түзеліп осындай ойлар айтылатын болса, ары қарай біз жұмыс істеуге бірге жасауға дайынбыз. Мысалы өткенде Рудный қаласының мысалы белсенді топтары келіп бізге мәселе көтеріп, қазақ тілді бізге неге мектептер ашылмайды, басқа жасайды деді. Мысалы біз жұмыс тобын құрдық, бірлесіп, біздің мүмкіндігімізбен сұранысты біріктіріп, бір жерден шешім шығару қарастырып. Сол сияқты әр жерде талап болса, бізге өтініш болса, біз оны ары қарай шешуге бірге қарастыруға дайынбыз. Рудный қаласындағы қандастарымыз ғой бізге шыққан, иә? Жоқ, тек қана қандастар емес, сол жердің тұрғындары, торғай азаматтары бар, бұрыннан тұрғандар бар. Бірге шықты барлықтарымыз қарап жатырмыз. Рахмет сіздерге. Тағы сөйлейтіндеріңіз бар ма, жоқ па? Онда бір общий фотоға тек